жарнамадан оралдық, және де біз әрі қарай жалғастырамыз. Жалғастырушы ортаға Заринаны шақырамыз. Өте керемет, жағдайым жақсы, шүкір. Өткен жолы енді Еркеғали бір мүмкіндік сұрап, барлығын сөйлесейік деген сияқты айтты. Ақыры көңіліңізді тапқан сияқты, бәрі жақсысымен, орнымен болған сияқты. Еркеғалиді шақырып алайық, иә? Аха. Еркеғали, келіңіз. Қош келдіңіз. Иә, қош көрдік. Екінші жолы Балауса ханым сізге. Ой, рахмет. Үлкен рахмет. Өте әдемі гүлдер. Үлкен рахмет сізге. Еркеғали, қалыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Өздеріңіз? Бәрі жақсы. Қалайсыздар? Кездесулер болып жатыр ма? Фото-видеоларыңызды көрейік. Жүздеріңіз бал бұл жанып тұр. Неге енді жоқ? Кездесу болмады? Жоқ, мынандай ғой. Мен тойым болды, тойға барып келем дедім. Бірінші ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Бәрі жақсы ма? Той болды, мен де сөйтіп тойға барып, той жүргізіп қайтып келдім ғой. Яғни эфирден кейін Қолыңыз босамады, иә? эфирден кейін үйге дейін шығарып салған болатын. Сосын достары да келіп, заттарым көп болған. Ұл қыз достарымен үйге дейін заттарымды кіргізіп тастап, жаңа гүл ауыр болды ғой. Соны Ана жаңа анастағы видеоға күлкім келіп жатыр да. Мен онда күлген кезде бүйтіп қақиып тұра алмаймын да, еңкейіп қаламын, өзі жатып күліп қаламын деген сияқты. Сол сәлем берген сияқты болып кетті да, соған онысы неше аман бол деген сияқты болып кеткен. Негізі күлкім келген кезде солай еңкейтінім бар. Дұрысынан түсінсеңіздер деймін. Сонымен үйге дейін апарып тастап, бұл достармен кездесетін болды сол күні. Ертесіне жолығайық деді. Ертесі күні білесіз ғой, эфирге келе алмай қалдым. Мазам болмай, сонымен кешкісін солай сыртқа шығып тамақтанып отырған кезде келіп, сол жерге бір досымен келіп тұр, видеомен дәрі алып келіп тұр да, түсінбей қалдым да. Енді мен ұзақ уақыт отыруға келетін шығар деп, сөйтсем келіп, сол дәріні беріп, мен жолға шығып бара жатырмын деп шығып кетті, жаңа Шымкентте тойға. Бұл ортаға шыққан күннің ертесіне. Одан кейін жазып хабарласты, уақытым болған кезде жаңағыдай мазам болып тұрған кезде жауап беруге тырыстым. Еркеғали келе алмады кездесуге Зарина, одан кейін жоқ, келе алмады деген жоқ. Барлығында келіп, барлығында кездесіп, уақытлы жүрміз ғой. Бәрі уақытымен, бәрі болып жатыр. Бірақ енді өткенде сіздер ортаға шыққаннан бері қанша күн өтті? Біраз өтті негізі. Одан кейін отырып, асықпай сөйлесу деген болған жоқ. Тек үйге дейін машинаға бара жатқан кезде ғана сөйлестік. Мен айтып түсіндірдім, енді осы сәтте болайық, қатты алысқа шаппаңыз, белгісіз деген сияқты. Содан Еркеғали айтты, мен ойладым, сені өзім сияқты ұнатып қалды деген сияқты бір. Мен де сондай взаимно деп ойлап қалдым деді да енді. Сосын мен жоқ, мен бұл сыйластық, сізге жақсы қарым-қатынаста қарау, ашылуға тырысу, ол сыйластық деп қабылдаңыз деп ше, әлі ол махаббат деңгейге жеткен жоқ деген сияқты айтып түсіндірдім. Бірақ маған жаңа ұнамай қалған шынымды айта салайын, негізі бір қатты құлшынысым керісінше артқа қарай кетіп қалды. Себебі бірінші күні көрген кезде Еркеғалиден андай айтайын ғой, енді шынайылық көрдім, кәдімгідей маған барлығы жақты, барлығы ұнады, то есть жаңа қадамдары, әрекеттері шынайы болып көрінді деген сияқты айтып бастаған кезде, күннен күнге сол нәрсе маған артқа кетіп бара жатқан сияқты. Еркеғалидің тарапынан көбінесе сырттағы көңіл, сырттағы қолдау маңыздырақ сияқты да, менің көңілімнен гөрі. Ол қалай сонда? Сырттағы көңіл, мысалы, кейбір қолдаушы тәтелермен сөйлеседі екен да. Сол кісілерге айтып, осылай менің ойым шынайы деген сияқты. Мен тіпті кейбір адамдармен сөйлеспеймін. Бізде мекемеге үлкен Гүлит әтемізбен. Ал одан кейін, мысалы, мен көп адаммен сөйлесе бермеймін. Сонымен андай кейбір кісілер маған жазып жібереді да, ойбай, сен осыдан Еркеғалидан бас тартсаң, біз сенен көңіліміз қалады деген сияқты. Енді мен ол кісілердің көңілі үшін отырған жоқпын ғой жобада. Жақсы қолдаса рахмет, шүкір. Бірақ негізі бұл жерде мен отбасы құрам ғой. Ол кісілер дәл Еркеғалидің жанында мен жүргендей жүрген жоқ. Мен сен аманатты Еркеғали ғана жақсы болып жатқан сияқты болып көрінді да маған. И жаңағы дәрі алып келіп берген кезде де қасында видеомен келіп тұр да, енді видеосыз да беруге болады ғой ол нәрсені. Немесе үйге жіберсе деген сияқты. Біртүрлі болып қалдым өзімше, артынан рекламасын күттім, мынаның рекламасын салып жібере ма деген сияқты. Бір жағынан соның барлығы маған бір жасанды болып көрініп қалды енді Балауса ханым. Сол нәрсе керісінше мені отталкивать етті, артқа қарай шегінуіме себеп болып жатыр. Былай істейікші, сіз өзіңіз түсіндіріп айтыңызшы. Сіздің тарапыңыздан, сіздің көзқарасыңыз бойынша қарым-қатынас қалай болып жатыр? Менің көзқарасым бойынша негізі мен шынымен қатты асық таныттым ғой басында. Қатты сезімді ашып жібергенмін, өз-өзіме сұрақ қойдым, мен қатты ашылып кеткен жоқпын ба негізі деп ойланып қарасам, негізі действительно менің үйленейік анау-мынау деген нәрсенің барлығын сол қатты ашылып қойғанның кесірінен айтылып қойған нәрсе екен. Енді мен өз-өзімді қолға алдым, ары қарай нормально боламын. Егер сол нәрсе дұрыстау керек болса, мен ары қарай сол нәрсені дұрыстаймын деген қазір ниет болып жатыр ғой менде. Жоқ, қалай болып жатыр қарым-қатынас? Қарым-қатынас енді сәл қатты ашылма дегеннен кейін, сәл ашылмай енді
арасында сәл жабық отырсыз. сәл жабық емес, енді таныстықты реттеу болып тұр ғой пока что. Реттеу болғанда, мысалы, Заринаның айтып отырған әңгімелері мүлдем басқашалау. Жоқ, енді рекламасын түсінбей қалдым бұл жерде. Енді видеографпен келген дегеннен кейін, маған енді Алматыдан Шымкентке шығып бара жатқан уақытында еді ғой. Сол кезде прямой эфирге кірдім. Сондай әңгімелер болып жатыр. Сол жерде Гуля дейтін, дұрыс солай ма еді, қалай еді? Иә, сол апайымыз жазып қалды, хабарласып қалды, осындай деп. Сіз не дедіңіз? Енді не болып жатыр, тыныш па, мен Алматыдан Шымкентке шығып бара жатырмын. Мен де қазір шығып бара жатқан уақыт прям дедім да. Жарайды, енді не болып жатыр дедім, осындай нәрселер деді. Енді барынша көмегін тигізуге тырыстым, жай ғана. Енді қолымнан кейін примерно нәрсені алып барып айтқан болатынмын ғой. Сіздер екеуіңіз бір-бірлеріңізді түсінбей отырған. Мен ол видеоға түсірме деп айтпайсың. Түсірмей қоятын едім ғой, қаяқтан білейін. Қатты маңызды ма оны Инстаграмға салып қою? Негізі екеуміздің көп адам күтіп жатыр ғой енді видеомызды, басқамызды деген сияқты. Мысалы, сіз тікелей эфирде отырған кезде айтады екенсіз да, маған сол моментте қиып жібереді. Таныстық тоқтамайды, жоқ, Құдай сақтасын, қолдаушылар бар, халық бар деген сияқты ше. Заринаның деген сөз жоқ та ол жерде. Неге Заринаның деген бірінші айтылады ғой? Бір солар қолдап тұрса біздің таныстық тоқтамайды деген сияқты нәрсені айтасыз да. Мен сен өзің айттың ғой, мен қолдаушылардың өзіңізге білінбейді. Сіздің өзіңізге білініп тұрған жоқ. Оны мен сезіп тұрмын, себебі сіз алғаш мен екеуміз съемкада көрген Еркеғали мүлде басқа да, бұндай нәрселермен басын қатырмайтын. Одан кейінгі қазіргі осындай бір нәрсеге еріп бара жатқан Еркеғали мүлде басқа. Мен еріп жатқан жоқпын, Зарина, сіз дұрыс түсінбей қалып жатсыз мүмкін. Басында енді реттеліп енді ровнаға түсіп аламыз ғой, бірақтан ондай сториске салу бірдеңе деген нәрселерді халыққа қызық болғаннан кейін бөлісіп жатырмын, жобада отқаннан кейін бөлісіп қойып жатырмын арасында. Мен бірақ бір Заринаның келісім бізге керек емес, қолдаушылар сендер мен қолдасаңдар, мен сендермен бірге Заринамен таныс тоқтатпаймын деген әңгіме шықпады ғой аузымнан. Менде ол жерде Зарина деген менде бірінші орында тұр ғой. Бәлкім енді жаңағы Заринаға солай көрініп тұр ғой. Сол көрініп қалған ғой, соның көрінбесін деп өзім айтып. Бір енді онда тұрған ештеңе жоқ сияқты. Сіз жалпы айтсаңыз болады ғой. Негізі мен біздің қарым-қатынасты енді эфирде онсыз да көрсетіп жатырмыз. Мысалы Инстаграмда көп көрсеткенін қаламаймын деген сияқты. Сіздің тарапыңыздан бір айтылу керек сияқты. Сізге не нәрсе ұнамай тұр, айтыңызшы. Сіздің көңіл күйіңіз түсіп кетті, жаңа жап-жақсы болып шықтыңыз ғой. Мен соны байқадым, балауса ханым. Неге? Мен шықпай тұрып күшті болып күліп жадырап жайнап отқан қыз, мен шығып енді неге олай настроениесі түсіп кеткен? Не болды, Зарина? Жоқ, енді мен айтып тұрмын, Еркеғали түсінгісі келмей тұр, жарайды деп отырмын, сол үшін. Түсінгісі келмей тұр. Нақты сіздің ренішіңіз қандай? Инстаграмға байланысты? Я сол нәрсеге қатты басырып кеткен мен үшін. Сіз негізі сыртта бір ауыз ескерттіңіз бе? Негізі айтқан болатын, мен таксиге жаңа үйге алып бара жатқан кезде айттым, сіз осылай өзіңізді қатты көрсету арқылы мені жаман қылып жатырсыз деп ше. Мен жаман атты болып қалатын сияқтымын, сіз олай қатты асығыс шешім қабылдамаңыз деген сияқты айттым. Негізі мен таныстық басында айтқам, маған жасандылығы ұнамайды, мен жігіттердің түр-түрін көрген мына жақта таныстықта кәдімгідей біраз уәделерді беріп қойып, бұлай нәрсе жасайды, камера қосылғанда басқаша сөйлейді, неше түрлісін көргем деп айттым да. Білмеймін енді, айтыңызшы, сонда Еркеғалидің қадамдары ма жасанды сияқты, сезімі ма жасанды сияқты, не нәрсе жасанды сияқты? Зарина, просто айта салайыншы, рұқсат па, сөзін бөлгеніме кешір. Бірақтан сен просто дұрыс түсінбей қалыпсың ғой. Сен машинада айтқан әңгіме, мысалы, асығыстық шешім қабылдама, асығыстық тірліктер жасама дедің, бірақ ол жерде асығыстық деген вообще басқа нәрсе, ал сториске салған нәрсем вообще басқа нәрсе болып тұр ғой. Соны сұрайық, мен қамқор болғым келіп, енді өзім сондай бір өзімді дұрыс жағынан көрсетуге тырысып та дұрыс емес кері не алып жатырмын бұл жерде. Тырысқанды мен сезем, білем, ажырата аламын, ақ пен қараны ажырата алатын жастамын, және маған көрсетіп жасаған нәрседен гөрі былай ақты адамдың қамқорлығы сезіледі ғой, мысалы. Просто бір сөзінен адамның кейде сен кәдімгідей мотивация аласың, бір сөзінен демеу аласың. Бірақ мен ондай нәрсені сезбеймін да, Балауса ханым, тек сезімінен де жасанды қылықтар барлығынан жасандылық болып көрінеді. Балауса ханым, осы жерде айта кетсем, жалпы мен Зарина неге түсініп отырған сияқтымын. Енді басында айта кетті ғой, жігіт шынайы сияқты болып келді шынымен де. Зарина басында мақтап, кәдімгідей осындай жақсы жігіт екен, шынайы екен деген сияқты бәрін айтылды. Жігіт негізінде бәрімізге де басында шынайы болып көрінген болатын. Бірақ дегенмен де негізі асығатын жігіттерден қорқу керек сияқты, Балауса ханым. Андай адам довериясына кіріп алады да, енді Заринаның тем более қолдаушылар бар екенін біледі, қолдаушылар көп екенін біледі. Енді олардың да довериясына кіріп, өзіне қарай баурап, тартып алып, мен Заринаны ойбай жақсы көремін, сүйемін деп, мен ол нәрсеге сеніп те отырған жоқпын, шыны керек. Бірден ол қалай деймін да, таныстық басталған, енді уже сезімін ойбай жақсы көремін деген әңгімелер әлі ертерек сияқты. Бағана айтып отыр, уже
Зарина қолдаушылармен сөйлеседі екен деген сияқты ғой. Солармен сөйлесіп, бүкіл вниманиені өзіне алғысы келіп жүрген жігіт деп ойлаймын. Зарина уже ажырата алады деп те ойлаймын. То, что мынау шынымен де маған шынайы жігіт болмаса, уже бағана айтып отыр ғой, бір дәріні әкелген өзін уже камераға түсіріп, міне мен забота көрсетіп жатырмын. Қазір ондай адамдар көп қой, шыны керек. Бүйтіп сыртқа мен осындай істеп жатырмын, мен керемет сезім бар дейді, бірақ сыртта басқа тындыратын нәрселерін тындырып жүреді. Одан бөлек қолдаушылардың бүкіл вниманиесін өзіне алып, как жертва сияқты жүреді деген сияқты ғой. Вот Зарина ойы осы деп ойлаймын. Үндемей отыр ғой, өзі де келісіп отырған сияқты. Екі мағынада айтып жатқан сияқтысың ғой сен. Балсахан. Бізде дәл қазір жарнамадан кейін Жарнама, иә. жалғастырамыз. Әсем мен Расулдың таныстығы толған былық. Басында бәрі әдемі басталған. Қарапайым кездесу, ұяң күлкі, ұзақ хаттар, шынайы сөздер. Екеуінің арасындағы сезім бірден білінген. Әсем де Расул да алғашында бұл сезімнің шынайылығына күмән келтірмеген. Бірақ уақыт өте келе бәрі күрделене бастады. Расул Әсемді қатты жақсы көреді. Бірақ сол махаббатты ашық жеткізе алмайды. Себебі отбасы. Әкесі Әсемді қабылдай алмайтынын ашық айтқан. Біздің ортаға келетін адам басқа болу керек деп Расулдың таңдауына қарсы шыққан. Бұл сөздер Расулдың жүрегіне де, Әсемнің намысына да қатты тиген. Ал Әсемше, ол да сезімсіз емес. Расулдың жанында өзін жайлы сезінеді, онымен болғысы келеді. Бірақ реніш көп. Расулдың нақты шешім қабылдай алмай жүргені, оның екі ортада қалғаны Әсемге ауыр тиюде. Ол қолдау емес, күмән сезінеді. Сөздер көп, бірақ әрекет аз. Махаббат бар сияқты, бірақ жоқ сияқты деген сезім күннен күнге тереңдеп бара жатыр. Сондықтан бір күні екеуі де үндемей екі жаққа кеткен. Ешкім нақты қоштаспады, ешкім ештеңені ашып айтпады. Бірақ ішкі реніш пен көңілсіздік бәрін айтып тұрды. Расулдың өзі де таныстықты тоқтатқысы келмейді. Әкесі қарсы болса да, Әсемнен бас тарта алмайды. Оның үнсіз кетуі Расул үшін ауыр болған. Ол күн сайын Әсемге жазғысы келеді, бірақ не жазарын, не айтарын білмейді. Әсемде ой үстінде. Расулдың әрекетсіздігі, шешімсіздігі оны шаршатқан. Махаббатты жалғыз өзі сүйреп келе жатқандай сезінеді. Бірақ солай бола тұра, жүрегі оны ұмыта алмай жүр. Қанша тырысса да көз алдына Расул келе береді. Олардың арасындағы байланыс үзіліп кеткендей, бірақ түбінде жіңішке жіппен әлі жалғасып тұр. Екеуі де оны үзіп тастауға қорқады. Бірақ қайта жалғауға да батылдары жетпей жатыр. Мүмкін олар әлі де бір-біріне керек шығар. Мүмкін бұл уақыт оларды ойланып, дұрыс шешім қабылдауға итермелеп жатқан шығар. Ал бәлкім бұл жай ғана өтпелі кезең, екеуінің жолы екі басқа екенін білдіретін үнсіз қоштасу болар. Уақыт көрсетеді. Бірақ бір нәрсе анық, Әсем мен Расулдың арасында жай ғана таныстық емес, жүрекпен сезілген, бірақ жүрекпен шешілмеген бір ауыр тарих бар. Әсем күн сайын ой үстінде жүреді. Расулға деген реніш жүрегін қажайды, бірақ сол реніштің астында жасырын сағыныш жатыр. Кейде ол телефонға қарап, бір хабарлама келеді деп үміттенеді. Бірақ үнсіздік. Расул үнсіз. Бұл үнсіздік Әсемге қаттырақ тиеді. Ол енді өз-өзінен сұрай бастады, неге ол мен үшін күреспейді? Неге мені қорғай алмайды? Неге оның әкесінің сөзі менің сезімімнен артық? Әсемнің ішінде ашуда, өкпеде, махаббатта араласып кеткен. Жан дүниесі шаршаған. Сүйгісі келеді, бірақ өзін бағалатқысы да келеді. Ал Расул дәл осы кезде не істеу керегін білмей, екі оттың ортасында қалған. Расулдың ойында Әсемнен кету деген ой жоқ. Бірақ ол нақты қадамға да бара алмай жүр. Әкесінің ренжіп, баласынан теріс айналатынынан қорқады. Ал бір жағынан Әсемді жоғалтқысы келмейді. Бұл ішкі күрес оны әлсіретіп, өзіне деген сенімін жоғалта бастады. Ол бірдеңе айтқысы келеді, бірақ айтқан сайын бәрі одан әрі ушығып кететіндей көрінеді. Сол күндердің бірінде Әсем шешім қабылдайды. Болды, мен өзімді жоғалтып бара жатырмын.
Бұл сезім мені бақытты етудің орнына шаршатып, жылаумен ғана қалдырды. Ол Расулға ұзақ хат жазды. Ренішінде, сағынышында, ішкі қиналысында ашып жазды. Сен мені қорғаған жоқсың, Расул, мен жалғыз күрестім. Әкеңнің сөзі маған қарағанда сен үшін маңыздырақ болды деді. Мен енді дайынмын деді Расул, ешкімге қарамай, ешкімнен қорықпай, тек сенімен болуға. Бұл жолы шын. Тек сен де соған сенуге дайын болсаң. Әсем ұзақ үнсіз отырды. Жүрегі алға ұмтылды, бірақ ақылы тежеп тұрды. Мен бұл жолы өзімді жоғалтқым келмей. Егер бірге болсақ, мені жарты жолда қалдырма. Менімен бірге күрес. Уәде деді Расул, бұл жолы шын мәнінде. Сол күн олардың жаңа парағының алғашқы беті болды. Қиындықтар болатыны анық еді. Бірақ бұл жолы екеуі де үнсіз кетіп қалмай, бірге күресуге келісті. Бірақ ішкі қарсылығын жасырмады. Бұл қыз бізге сай емес деген жалпылама сөздермен Расулдың ойын былғады. Ал Расул әкесін қатты құрметтейтін. Сол себепті жүрегі мен тәрбиесі, махаббаты мен міндеті арасында қалып, өзіне орын таба алмай қалды. Бірақ ол Әсемнен бас тартуға да дайын болмады. Кездесулерін тоқтатпады, сөйлесіп жүрді, бірақ бұрынғыдай емес. Сезім бар, бірақ сөздерде сенім жоқ. Қимыл аз, күмән көп. Әсем мұны сезді. Ол сезімге сенгісі келді, бірақ сенім күннен күнге сөгіле берді. Расулдың тұрақсыз мінезі, шешімсіздігі оны шаршатты. Бір күні екеуінің арасында үлкен дау болды. Әсем жылап отырып, мен сені жақсы көрем, бірақ бұл қарым-қатынас мені бақытты етпей тұр. Мен күресіп шаршадым деді. Расул үнсіз қалды. Айтар сөз таба алмады. Ол шынымен де күресіп жатқан жоқ еді.